Мен Абай облысы, Семей қаласы, номер 16-шы Төлебай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысы Кейісхан Амина Ринат қызы боламын. Менің бүгінгі бағдарламамның тақырыбы Қызыл кітап әлеміне саяхат. Ал ендеше қызық болса, менімен бірге бастайық. Қызыл кітап бұл жер шарында жойылып кету қаупі бар немесе сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарларды қорғау туралы маңызды құжат. Ол жерде өсімдіктер мен жануарлар туралы толығырақ ақпарат берілген. Ал қызыл кітаптың маңызы ол жойылып кету қаупі бар өсімдіктер мен жануарларды бақылауда ұстап, оларды қорғау. Мысалы, біздің қаламызда ашық аспан астындағы табиғи зертхана облыстық балалар биологиялық орталығы жұмыс істейді. Орталықта бізде көптеген қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер бар. Олар туралы толық мағлұмат алу үшін біз орталық мамандарына жүгінгенбіз. Ол үшін біз облыстық балалар биологиялық орталығының қосымша білім беру педагогы Диана Тоқтағановнамен сұхбат жүргізсек. Қош келдіңіз. Ең алдымен өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен облыстық балалар биологиялық орталығының жас орнитологтар үйірмесінің жетекшісімін. Осы орталықта жұмыс жасап жүргеніме 6 жыл болды. Және де мен осы орталықта барлық құстарға қараймын. Және осы үйірмеге келген оқушылармен құстар жайлы, яғни орнитология ғылымы жайлы оқып үйренеміз. Жақсы танысқаныма қуаныштымын. Ең алдымен менің ең алғашқы сұрағым, осы облыстық балалар биологиялық орталығында қызыл кітапқа енген жануарлар бар ма? Және де олардың саны нешеу? Әрине, орталықта қызыл кітапқа енгізілген жануарлар бар, және тек қана жануарлар ғана емес, сонымен қатар оның ішіне құстар да кіреді. Жалпы айтсақ, 14 түрлі жануарлар бар. Оның ішіне құстардың түрлері, өкілдері, жануарлардың өкілдері барлығы кіреді. Енді өзің келіп отырсың сұхбат алуға, біздің орталықтың қызыл кітабына енген жануарлар туралы білгің келеді. Сондықтан да мен ойлаймын, осы жануарларды барып қастарына толығымен жақынырақ танысақ деп ойлаймын біздің орталықтың қызыл кітапқа енген жануарларымен. Орталық мамандарының айтуы бойынша резус макакасы орталыққа 1999 жылы әкелінген. Оның лақап аты Абу Буча. Ал Яву макакасы болса орталыққа 2021 жылы әкелінген Алматы зообағынан, ал оның лақап аты Гоша. Прижвальский жылқысы орталыққа Алматы зообағынан 2020 жылы әкелінген. Оның лақап аты Олимпиада. Қоңыраю орталыққа 1998 жылы Новосибирск зообағынан әкелінген. Оның лақап аты Зита. Ал Боря есімді аюымыз орталыққа 2021 жылы Өскемен зообағынан әкелінген. Боряның қазіргі жасы 3 жас. Одан бөлек қызыл кітапқа енген жануарлардың ішінде сыңқылдақ аққу, тәжді тырна, алтын түсті қырғауыл, үкі, бүркіт, тауғазы және де үні жайрасы. Біз облыстық балалар биологиялық орталығында қызыл кітапқа енген жануарлар өкілдерімен таныстық. Қорытындылай келе, қызыл кітап дегеніміз бұл адамзаттың табиғатқа деген жауапкершілігін көрсететін маңызды құжат. Сонымен табиғатты қорғау біздің ортақ міндетіміз. Сол үшін де табиғатты қорғауға атсалысайық дей отыра, менің бүгінгі қызыл кітапқа саяхат атты бағдарламам өз мәресіне келіп жетті. Ал ендеше келесі көріскенше сау болыңыздар.